Жетісайлық тұрғын ауласында жауын құрт өсіріп, ауыл шаруашылығына қажетті биогумус өндіреді. Кәсіпкер табиғи тыңайтқыштың арқасында бақша, көкөніс дақылдарынан мол өнім алуға болатынын айтады. Сонымен биогумусты қалай өндіруге болады, артықшылығы қандай? Тілшіміз айтсын. Қуанышбек Каюпов былтыр 2 миллион 200 мың теңгеге 15 шаршы метр биогумус сатып алып, оны ауласындағы 240 шаршы метр жерге жайған. Сосын үстіне 30 камаз малдың қиын төккен. Қыстай қар астында жатқан тыңайтқыш қазір диқандардың іздеп жүріп сатып алатын өніміне айналды. Жергілікті диқан Мырзақұл Исақов былтыр 10 гектар жоңышқаға биогумус пайдаланып көрген. Нәтижесі жақсы болған соң биыл тағы да қауын егуге алғанын айтады. 2 квадрат метр алдым мен. Уже пайдаланып жатырмын, Құда қаласа. Сөйтіп нәтижесін көріп, содан ендігі жылға дайындалмақшымын ош. Өзім қауындарым жегем өзім. Және шербак деймін, несін егіп жатырмыз енді. Соны алып, содан биогумус шығады ғой, Құда қаласа. Жақсы нәтиже беріп жатыр өте. Осы ауылдың жігіттері бәрі қолға алып, қазір қызықшылық өте көп. Қуанышбектің өзі де бұрын диқаншылықпен айналысқан. Жылда егінеге берген соң топырақтың құнары азайып, өнімнен береке кеткенін айтады. Сосын биогумус туралы естіп, табиғи тыңайтқыш өндіруге ден қойған. Оның айтуынша биогумус жауын құрттың асқазанынан қорытылып шыққан таза табиғи тыңайтқыш. Оны арнайы ыдыстарға салып, қараңғы жерде сақтап қояды. Сонда құнарлылығы одан сайын арта түсетінін айтады. Фосфор бар, жылтырақ, солы қараңғы жерде, салқын жерде көбейеді. Фосфор көбейген сайын, то есть уже жердегі жаңағы диқаншылыққа көп пайдасы тиеді. Бұл биогумустың ішінде құрамында фосфор, азот, калий, кальций деген тағы да басқа витаминдер бар. Химикат емес, бұл Красный калифорнийский червейдің асқазанынан өткен таза табиғи өнімді. Биогумус өндірушілердің айтуынша тыңайтқыш шаршы метрмен сатылады. Бір шаршы метрі 100 мың теңге тұрады. Мамандар 30 камаз қидан 10 камаз биогумус алуға болатынын айтады. Ал табиғи тыңайтқыш жаңадан егілген көшеттің тамырына күш беріп, өнімділікті 2 есеге дейін арттырады. Бұл таза органикалық тыңайтқыштардың бірі болып келеді. Яғни мына бақша дақылдарына қолдануға жаңағы өзінің бір пайдасын тигізіп жатыр қазіргі таңда. Жылдың басынан бері осы биогумусты мынау шаруаларға қалай қолдану керек, қай уақытта қолдану керек, қанша мысалы көлемде қолдану керек жөнінде біздер семинар ұйымдастырып, осы шаруаларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бізде жақсы қолға алынып келеді. Мамандардың айтуынша, елімізде жауын құрт өсірумен айналысатын кәсіпкерлердің саны 6 мыңнан асады. Оның 3 мыңға жуығы Түркістан облысының азаматтары болса, 150-і Жетісай ауданының тұрғындары. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы.